Тәуелсіздіктің таңында көпұлтты Қазақстан үшін тұрақтылық пен этносаралық келісімді қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың маңызды басымдықтарының бірі. Әлеуметтік-экономикалық және саяси реформаларды жүргізудің базалық шарты болды. Назарларыңызға ұсынылған тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығының тәуелсіз Қазақстан залындағы Қазақстан халқы ассамблеясы туралы көрме және бағалы жәдігерлер. Бұл ұйым елбасымыздың халықтың бірлігі мен ынтымақтастығын қамтамасыз етуге арналған ерен еңбегінің дәлелі. 1995-1996 жылдары тәуелсіз Қазақстанның одан әрі даму векторын айқындап берген негізгі қадамдар жүзеге асырылды. Олардың ең бастысы 1995 жылы ел президенті жанынан республикадағы ұлтаралық келісімді қамтамасыз ету, халықтың мәдени мұрасын сақтау мәселелерімен айналысуға арналған Қазақстан халқы ассамблеясы консультативті кеңесші органының құрылуы. Оны қалыптастыру идеясын елбасы 1992 жылы Қазақстан халықтарының бірінші форумында айтқан болатын. Ассамблеяның құрылуы Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық қатынастарды реттеу, республикада тұратын халықтардың мәдени жаңғыруы үшін пәрменді тетіктер мен заңнамалық актілерді қалыптастыруға ықпал етті. Қазақстан халқы ассамблеясы Конституцияның қоғамдық келісім мен бірлікке қатысты нормалары толық іске асыруды қамтамасыз етеді. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасы Конституциясында этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласын реттейтін толық нормалар бар. Ол біз Қазақстан халқы деген сөздерден басталып, бастапқыда барлық азаматтардың ортақтығы идеясының негізін қалады. Қазақстан Республикасы қызметінің негізін қалаушы қағидаттарының бірі қоғамдық келісім. Қай ұлтқа жататынына қарамастан барлық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының тең екені жарияланды. Біздің еліміз бастапқыда мәдениеттер мен тілдердің алуан түрлілігін мойындай отырып, азаматтық қауымдастық құру жолын таңдады. 2007 жылы конституциялық реформа ассамблеяның беделі мен саяси салмағын бекітті. Ол толыққанды конституциялық органға айналды. 2008 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы туралы заң шығарылды. Ол осы органның қызметін қамтамасыз етудің нормативтік құқықтық құралдарын қалыптастырды және Қазақстан халқы ассамблеясының республикадағы бейбітшілік пен келісімді нығайту ісіндегі саяси қадірі мен рөлін белгіледі. Құрылған сәттен бастап Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің қанатының астынан маңызды қоғамдық инфрақұрылымды қалыптастырды және біріктірді. Бүгінде ассамблеяда аясында 1000-нан аса этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Өңірлерде 40 достық үй жұмыс істеуде. Теміртауда жұмыс істейтін этномәдени бірлестіктер біздің орталықтың жиі қонақтары болып тұрады. Дәстүр бойынша қазақ, грек, неміс, татар, поляк мәдени орталықтарының, казактар одағының өкілдері алғыс айту күніне, Қазақстан халқының бірлігі күніне, тәуелсіздік күніне арналған шараларды өткізуге белсенді қатысады. Қазақстанда этносаралық келісімді қамтамасыз етудің тиімді саяси, құқықтық және институционалдық басқарушылық жүйесі қалыптасқан. Бүгінде елдегі этносаралық қатынастар тұрақты болып қалуда. Әлеуметтік мониторингтің деректері бойынша респонденттердің 93%-ы оларды қолайлы және таныш деп бағалайды. Осы саладағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі шамамен 93%. Респонденттердің 97%-ы біртұтас Қазақстан халқына жататындығын айтады. Бұл біздің этностарымыздың ассамблеяның арқасында кез келген мәселені өз этносы тұрғысынан емес, бүкіл мемлекет пен қоғам тұрғысынан қарастыруды үйренген дәлелдейді. Қазақстанның 30 жылға жуық тәуелсіз дамуының тәжірибесі этносаралық қатынастардың тұрақтылығын сақтау қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Осы жылдар ішінде осы саладағы көптеген мәселелер құқықтық деңгейге шешілгенімен, ел халқының полиэтникалық құрамының фактісі этникалық факторды үнемі ескеруді маңызды етеді. Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясы жұмыс тәжірибесі әлемнің көптеген елдері үшін тартымды әрі пайдалы болып отыр. Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бастамасымен құрылған халқы ассамблеясы бірігу мен интеграцияның бірегей институты болады және солай болып қала береді. Ол бұрыннан қоғамдық өмірдің өн бойына сіңіп, онда мықты орынға ие болған. Кезекті сессияда сөйлеген сөзінде елбасы Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздегі бейбітшілік пен келісімнің шынайы сақтаушысы болғанын атап өткені кездейсоқтық емес еді.